Түсінікті. Сосын Ераққа тағы бір сұрақ. Мына жол жұмысы жүріп жатыр, салып жатыр. Кеш болып кетті. Кеште де асфальт құюға бола ма? Рұқсатта? Жоқ. Қараңғы уақытта деген. Қараңғы уақытта. Қараңғы уақытта егер жаңағы жарық нелері, жаңағы техниканың жарығы дұрыс, бәрі жұмыс істеп тұрған жағдайда, ол ешқандай заң не бұзушылық деп нетпейміз. Сосын жаңағы күннің ауа райының жаңағы жылы болса болды, заң болған температура. Асфальт суып кетсеші? Жоқ, асфальт суығанда мысалға ол былай каждый не, мысалға мекеме бүгін асфальт салатын болса, ол пландайды, мысалға 200 метр асфальт саламын дейді. Мынандай асфальтты бетонный заводқа жаңағы тапсырыс береді. Мысалға ол жаңағы сол нені асфальтты дайындап қояды, содан кейін барып асфальт төсеу басталады. Ал ол мүмкін түс қайта басталған болар, сағат 4-те басталған болар. Содан жаңағы соны бір жағынан сол нені бітіру керек, бір жағынан. Енді каждый өзінің несін ойлайды ғой, былай қарағанда. Енді анау қараңғы түсті болды асфальт салмаймыз деген, ана асфальт былай қарасаң босқа қалады ғой. Бір жағынан ол мердігер мекеме өзін ойлайды. Но бір жағынан енді қараңғы болса да, егер барлық технология сақталып нетсе, оның ешқандай несі жоқ. Сапалы болады, да? Сапалы болады, онда қорқатын ештеңесі жоқ. Жақсы, енді мына сөзін аяқтай келейік. Мысалы, енді бізде облыс бойынша жолды сапалы салу үшін не істеу керек? Қалай жұмыстану керек? Сіздің тарапынан, халықтың тарапынан, мердігерлер қалай салу керек? Өзімді ойымды айтсам, айтыңыз өзіңіз. Жалпы сапалы жол сала аламыз ба? Ол мына азаматта айтып отыр ғой, қазақ жол саламайды деген қате әңгіме. Қазақта басқа ұлтта жолды салып, және де қазағың да салып, оған қорқатын ештеңесі жоқ. Ол бір, содан кейін мен жол салуға мына жаңағы неге қатысқанда, тендер дейді, сондай қатысқанда жаңа қарап негізі қазір енді бәрі электронный ғой, жаңа соның да бір несі болар. Мысалға қазір жаңағыдай мекеме көп, фирма дейді, сондайлар көп, мысалға лицензиясы бар, ондайлар көп, бірақ артында ештеңесі жоқ, ешқандай базасы жоқ, техникасы жоқ, тағы басқа ешқандай несі жоқ. Но бірақ жаңа лицензиясы бар, неге тендерға қатысқанда біреуден жаңа арендаға жаңа документтерін жаңа нетеді, солай қатысады. Солай ғой. Мен мысал үшін айтып отырмын. Но енді негізі жаңағыдай дұрыс фирмалар жаңа өздерінің техникалары бар, жоқ дегенде бір 70%, 80%. Жаңағы асфальтоукладчик ең основной, каток дейміз. Сосын басқадай жүк машиналары, үлкен погрузчик, тағы басқа техникалар өздерінің болып, сондай өздерінің басысы болып, сондай нелер кішкене сапалы деп мен өзім ойлаймын негізі. Сапалы жасайды деп. Сосын бір жағынан енді жаңа айтып отқан өте қатты не керек, қадағалау, контроль жесткий. Сіздердің тарапыңызда? Бар жағынан, біздің тарапымыздан да, басқа жағынан да, сосын халықпен жаңағыдай бірлесіп жұмыс істеу керек. Бізде қанша асфальт заводы бар? Халықтың да назарын тоже бәрі учитывать дейді ғой, еске алып, қарап, ана жерде санасу керек қой, айтқанда. Енді асфальт завод, қателеспесем, основной 6 ма, 7 ма, сондай сияқты. Мына мердігерлер өздерінің заводтары ғой, да? Иә, өздерінің заводтары. Азеке, не айтасыз? Жолды қалай сапалы істейміз? Жол сапалы істеу үшін көп нәрсе. Оның ең бастысы тендердің уақытын өзгерту. Неге өйткені бүгінгі күні тендер өтеді, тендерді өткеннен кейін жаңағы согласительный документация дейді, келісім шарттар, соның бәрі жүріп ақша аудару келген кезде уақыт өтіп кетеді, жұмыс басталады. Байқасаңыз, көп жұмыстар бізде дейтін көктемнің жылы уақыты өтіп кетеді. Бізде білесіз, жаңа батыс Қазақстан өңірінің ауа райының қандай екен. Бар пайдалы уақыт кетіп қалады да, мердігерге жаңа материал алуға, техникасының бәрін қалыпқа келтіруге, жаңа жолға кірісіп кетуге, аяқтап кетуге қысым таяқ уақыт.
осы манағы тендерді өткізу жұмысын өзгертсе, уақытын манағы артқа қарай шегерсе, сол кезде мысалға бүкіл құжаттардың бәрі қыстан көктем уақытына, қыстың аяғына дайын тұрса, мердігерге де ыңғайлы, тапсырыс берушіге де ыңғайлы. Неге? Өйткені екі жақта бірге қолтықтасып бастап кетеді. Ол енді бірінші мәселе. Екінші мәселе, біздерде жолды сапалы салу үшін сол ең бастысы жолды қадағалайтын және жолды салатын адамның екеуінің ойы дейтін отаным деген ой болу керек. Мынау менің жерім, мынау менің мақтанышым дейді. Бір сұрақ қағазы болады ма? Оған сіздің мекеме тек Орал қаласына қарайды ма, или облыс бойынша? Қаласы. Біздерде ол өкінішке орай бүгінгі күні ондай жоқ. Аға, сіз естіген боларсың, Тасқалада жерге асфальт салып кетті деп газетте шықты ғой, естідіңіз ба? Орал апталық газетінен шықты. Шербеңкі салмай, тек неге салған, жерге. Кісілерден естідім, бірақ өзім официальный анандай неден. Қалай ойлайсыз, неге солай болды? И сосын қалай жазалайды сонда сол мекеме, қалай жазалау тиіс үкімет мысалы? Өзінің жаңағы заң бойынша жазалайтын заңдармен жазалау керек. Қалай жазалайды? Мысалы, лицензия алып кетуге болады ма? Алып тастауға? Штрафный санкции дейді. Сосын жаңағы салған жолды, мысалға, енді тіпті топыраққа асфальт салып тастаса, соның енді бәрібір оны деген қайттан оны қабылдамай, сол асфальтты бұздырып, қайтадан жасату керек. Өз ақшасына. Өз ақшасына, өз қаражатына. Ол деген енді берілген соманы егер өз нетіп қойса, қалтасына салса, значит, за свои деньги должен. Негізі бұл жерде айта кететін нәрсе де, лицензияны алу деген, мана моделировать дейді ғой да, неткенде. Мына біздің қазаққа келмейді ғой, лицензия алу деген. Қазаққа келмейді. Неге? Өйткені лицензия менен алса, мен балдызыма лицензия алып беремін. Мен жеңгеме лицензия алып беремін. Фирманың бастығы сол бар. Заңның алдында ол таза, істейтін мен бәрі. Ондай амалдар бар дейсіз. Ол бізге керек емес нәрсе. Лицензия алу деген ол өзімізді өзіміз алдау. Келісесіз бе? Дұрыс негізі. Ол өзімізді өзіміз алдау. Ол жасырын емес. Басқа біреу тап басқа біреу алып шығады, қарап отырасың, сол техникалар істеп жүреді. Арендада жүрмін дейді. Жаралайды да, басқа не ашу бар дейсіз бе? Иә. Ол жерде ол бізге келіңкіреміз. Жақсы, түсінікті, сіздерге көп рахмет. Ал қосарларыңыз жоқ болса, тікелей эфирімізді аяқтайық. Құрметті көрермендер, сіздерге көп бізде қонақта болған бүгін Ербол Арыстанғалиев, сосын Азамат Мүсілов. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Жақсы әңгіме болды.